Сәлем достар, сіздерге жөтелді 2-3 күнде ешқандай антибиотиксіз тез әрі оңай кетіретін компресспен бүгін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Кез келген қайнатуға жарамды ыдысты аламыз және үйіңізде бар арақты алыңыз. 200, 250, 300 мл көлеміндегі арақ болса болды. Оның проценті маңызды емес. Оны ыдысымызға құйып аламыз. Арағымызды толық құйып алғаннан соң, кішкентай стаканмен өлшесеңіздер де болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін ас қасықпен тура 6 ас қасық қант алып араққа салдым. Және осы жерде, осы ыдыста оны жақсылап ерігенше араластырып аламыз, отқа қойғаннан бұрын. Қоспамыз дайын, енді бұл қоспаны орташа отта осылай қайнататын боламыз. Оны көп қайнатудың ешқандай маңызы жоқ, тек ішіндегі қанттарымыз толық еріп біткенше 1 минуттай ғана қайнатсаңыздар жеткілікті. Қайнап біткеннен кейін оны оттан аламыз және оны ыстықтай пайдаланатын боламыз. Бұл қоспаны біз ыстықтай пайдаланатын боламыз, сондықтан ешқандай қолдарыңыз күймейтіндей ыдысты алғандарыңыз дұрыс. Қоспамызды құямыз да біз майлығымызды немесе кез келген марліні таза болса болғаны соны алып осы қоспаға малайтын боламыз. Байқаңыздар, қолдарыңыз күймейтіндей болу керек. Бұл қоспаны бір емес, осыдан артылып қалған қоспаны тағы да бірнеше рет пайдалануға болады. Ол үшін аузы жауылатын шыны ыдысқа құйып сақтап қоя аласыздар. Біздің осымен компрессіміз дайын. Бұл компрессті ересектерге және балаларға қойылатын жерлері арқаның тұсы және ауыз қуысы мен мұрын қуысын қымтап қойылады. Күніне 2-3 сағат. Қуысын және ауыз қуысын жақсылап қымтаймыз. Сосын арақ тез ұшып кетпеу үшін кез келген бір қағазды алсаңыздар болады. Мен пергамент қағазын пайдаландым. Оның үстіне тағы да бір майлықпен немесе матамен қымтаймыз. Жетінші, осы компрессті ауырып тұрған адамға түнде пайдаланғандарыңыз жақсы. Оның тыныс жолдары ашылып, түнімен терілеп, өзін таңертең өте жақсы сезінетін болады. Бұрыннан келе жатқан халық емі. Өте көп адамға пайдасын тигізген. Мен бұны үнемі пайдаланамын. Сіздердің де қажеттеріңізге жарасын, дендеріңіз сау болсын. Рецепт пайдаңызға жараса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің жылы лебіздеріңізді күтемін.